Еврей халқы саясаткер және билеуші құтқарушыны күткендіктен Иса өз заманындағы құтқарушының рөліне онша келмеді. Иса былай деген: мен азап шегу үшін келдім, мен құрбан болу үшін келдім. Тәңірім, саған өлуге болмайды. Сен біздің құтқарушымызсың, о құтқарушыға өлуге болмайды. Сен Дәуіттің ұрпағысың. Ол мен өлем, бірақ үшінші күні қайта тірілем деп айтқанда, олар оның осы сөзін түсіне алмады. Құтқарушыға қатысты олардың көзқарастары туралы еврей деректерінен тағы біраз ақпараттар келтіруге рұқсат етіңіздер. Профессор Джейкоб Гартенхаус былай деп жазады: еврей халқы оларды жаулап алушылардан, римдік бұғаудан мәңгілік азат ететін құтқарушыны күткен. Құтқарылу үміті біріншіден ұлттық азаттық пен қанаудағы халықты құтқару ойына негізделген болатын. Міне сондықтан олар құтқарушыдан бірінші кезекте осыны күткен болатын. Еврей энциклопедиясында былай деп жазылған: еврей халқы басқа ұлт жаулап алушыларының қанауынан азат ететін азғын Рим қанауын жоятын және өзінің тыныштық пен әділдік патшалығын орнататын, Дәуіттің ұрпағынан шығатын уәделі Құдайдың құтқарушысын асыға күткен. Олар саясаткер құтқарушыны, билеушіні патша құтқарушыны күткен. Доктор Джозеф Костнер былай деп жазған: бара-бара құтқарушы керемет саяси басқарушы және жоғары өте өнегелі тұлғаға айнала бастады. Профессор Фенли Скотт былай деп жазады: Ишая мен оның замандастары үшін Дәуіттің ұрпағы бір кездері еврей халқына жеңіс пен гүлдену әкелетін құтқарушы боп қала берді. Әнжілдік сілтемелер аясынан қарағанның өзінде осы құтқарушы туралы ұлттық және саяси негіз кеңінен тарағанына күмән жоқ. Иса: мен құрбан болу үшін келдім. Сендер үшін құрбан болуға, мен айқышқа шегеленіп, қабірге жерленем деп айтады. Ал олар болса: жоқ, сен мұны жасай алмайсың. Әр қарай не болды деп ойлайсыздар? Ғалғутаның өзінде, Мәсіхті айқышқа шегелеген кездің өзінде, ол бізге бір керемет көрсетеді. Айқыштан түсіп, өз патшалығын орнатады деп үміттенді. Әрі қарай не болды? Дұрыс, Рим жауынгері оның бүйірін найзамен түйреді. Куәгерлердің айтуынша жарадан қан мен су ақты. Бұл адам өлді дегеннің белгісі екенін сол кездегі адамдар да білген. Иса өлді. Көптеген адамдар ұлы идеялар үшін жандарын қиғанына келсем, алайда елшілердің ұлы идеясы айқышта өлді. Сонда елшілер не үшін құрбан болды? Осы туралы біз келесі видео үзіндіде талқылайтын боламыз.